Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз осындай үлпілдек бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен жылы суымызға осылай аштығымызды салып, құрғақ аштығымызды салып, мен 1 ас қасық салдым құрғақ аштығы, одан кейін жарты ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер және 1 ас қасық сұйық май қосатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап осылай қасықтың көмегімен араластырып алып, ұнымызды осылай електің көмегімен салып отырамыз. Барлығын бөліп сала отырып, бірінші қасықтың көмегімен, кейін қолдың көмегімен қамырымызды илейтін боламыз. Осылай қасығымызды жақсылап қоса аламыз. Міндетті түрде електен өткізілгені дұрыс ұнымыздың. Дәл осылай, ендігі кезекте осылай қолдың көмегімен осылай қамырымызды жинап, одан кейін бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Қамырымыз ашыды. Ендігі кезекте осы қамырымызды зуалаға бөліп, қамырымызды жаятын боламыз. Ең алдымен осы астына ұрпақ сеуіп, қолымызды кішкене майдап алғанымыз дұрыс. Сол кезде қамырымыз жабыспайды қолымызға. Осылайша ұзынша етіп алып, қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Енді кезекте осы алақанымыздың көмегімен осылай дөңгелек етіп, зуалағып илеп алатын боламыз қамырымызды. Барлығының мөлшері описанияда көрсетулі, ал ұнның мөлшері сәл қатылау болғанша істейміз, өйткені ұнның тығыздығына байланысты болады. Осылай менде 5 зуала шықты. Енді кезекте 1 зуаласын алып, қалған бөлігін бетін жауып, осыны жұқа емес, қалың емес, орташа қалыңдықта жайып алатын боламын. Осылай оқтаудың көмегімен айналдыра отырып, қамырымызды жайып аламыз. Қараңыздар, осынша қалыңдықта жайдым. Енді кезекте арнайы кескіш немесе осылай бокалдың көмегімен бокалды кішкене ұнға батырып, сол кезде қамырымызға бокалға жабыспайды, осылай айналдырып кесіп алатын боламын дөңгелектеп. Кесіп алған қамырымызды бетін жауып 10-15 минутқа май қызғанша қойып қоятын боламыз. Сол кезде бауырсағымыз жақсы көтеріліп, жақсы ісініп, пісіп шығатын болады. Осылай барлығын кесіп алдым. Барлығын бір жерге жинап, бетін жауып қоятын боламын. Енді кезекте жұқа тапамызға осылай майымызды қыздырып, 2 бетін аудара отырып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Қараңыздар, бауырсағымыз ісініп, формасы әдемі шығып жатыр. 2 беті қызарғанша осылай аудара отырып, пісіріп алатын боламын. Толықтай қызарып пісті. Ендігі кезекте ыдысымызға салып алатын боламыз. Көріп отырғандарыңыздар, бауырсағымыз ісініп, өте дәмді, көрінісі де әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қараңыздар, арасына өте жақсы піскен, ісініп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.